Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн. Ал кейін сұхбатымызды бастайық. Я. Қайырлы күн, құрметті инста көрермендер. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған еркін сұхбат алаңы жобасын бастағалы отырмыз. Сұхбаттың алғашқы жүргізуші бола маған бұйырды. Өзімді таныстырайын. Аты жөнім Татриев Дени. Мен 3-ші гимназияның 7-ші А сынып оқушысымын. Бүгінгі біздің жобамыздың алғашқы қонағы Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығының директоры, тіл жанашыры, тіл үйретуде бірнеше ірі жобалардың авторы Егенова Алмагүл Акмашқызы. Рахмет. Алмагүл Акмашқызы, тікелей эфирге қош келдіңіз. Қош көрдік. Қуаныштымын сіздермен сұхбаттасып жатқанымызға. Сұхбаттың бірінші кезеңі таныстырау деп аталады. Өзіңіз және орталық туралы толығырып таныстырып кесеңіз. Рахмет. Біріншіден бүгінгі сұхбатты отырған ұйымдастырушыларға рахметімізді айтамыз. Мынау мектептің оқушылары жас буынмен кездесіп, осылай кітап оқуға, тіл үйренуге байланысты сұхбат болатынына біз қуаныштымыз сіздердің қызығушылықтарыңызға. Енді Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы туралы қысқаша ғана айтып өтетін болсақ, біздің орталықта қазақ тілін, ағылшын тілін үйретеміз және аудармасымен айналысамыз. Сосын тілдің қолданыс аясын кеңейту үшін әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырамыз. Біздің тіл үйренуге байланысты әртүрлі әдістемелік өнімдер шығарамыз. Біздің орталықтың оқытушылары және әлеуметтік парақшаларымыз бар. Сол әлеуметтік парақшаларымыз арқылы біз кез келген адамға тіл үйретеміз. YouTube каналымыз бар. Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы деп терсеңіздер, YouTube каналға кіріп, біздің оқытушылардың арнаған бейне сабақтары, қысқаша жағдаяттық видеороликтер арқылы қазақ тілін үйренуге болады. Алмагүл Акмашқызы, тілде меңгеруде кітап оқудың рөлі қандай? Жалпы кітап оқудың рөлі адамның өмірінде зор. Кітап оқитын балаларды жақсы көреміз. Өзім кітап оқуды жақсы көремін. Кезінде Абайда кітапты көп оқып, өз бетімен ізденіп, бірнеше тілдерді меңгерген ғой. Сол арқылы кітап оқу арқылы да тілді көп меңгеруге болады. Кітаппен дос болған бала кішкентай кезінен өсіп өскенде бір жақсы сөйлей алатын, ойын жеткізе алатын, көкірегі ояу, көзі ашық, болашақта жақсы тұлға болып қалыптасады. Сондықтан да осы уақыттан бастап өздеріңіздің ана тілдеріңізде болсын, қазақ тілінде болсын, кітап оқып, кітаппен дос бола беріңіздер. Өте керемет. Алмагүл Акмашқызы, тіл үйренуде қиналып жүрген достарым көп. Әдістеме жақсы, оқулық жоқ дегенгі жиі естиміз. Осындай пікірлерге не дейсіз? Қалай айтсам болады, Дени, жалпы тіл үйрену деген ол қып-қызыл еңбек. Көп еңбектену керек, көп оқу керек. Ал жаңағы сіздің жоғарыда көрсеткендеріңіз әдістеме жоқ, тіл үйрену қиын деген, оның бәрі сылтау. Әсіресе балалар үшін тіл үйрену оңай деп ойлаймын. Оған күнделікті уақыт бөлу керек. Қазір мүмкіндік өте көп, әлеуметтік желілер бар, кітаптар бар, әртүрлі, суретті әдемі кітаптар бар, YouTube каналдар бар деген сияқты. Жалпы мүмкіндік көп, тек қана тіл үйренемін деген мақсат болу керек, ниет болу керек. Сол уақытта адам тіл үйрене алады. Бір тіл білген адам бір адам, екі тіл білген адам екі адам дейді. Сондықтан да басқа елдің мәдениетімен танысасыздар, әдебиетімен танысасыздар, басқалардан жоғары тұрасыз. Менің ойымша ең бірінші адам өзінің ана тілін жақсы көру керек. Ана тілінде көп үйрену керек. Содан кейін
басқа тілдерді білсеңіз, құба құп. Қазір көп жастар бар ғой, бірнеше тілді білетін. Біздің президентіміз де бірнеше тілді біледі. Сондықтан тіл білген жақсы. Бірақ оған көп еңбектену керек. Иә. Алмагүл Ақмашқызы, тілді неше жастан бастап үйренген дұрыс деп ойлайсыз? Оны нақты мына жастан бастап тіл үйрену керек деп айту қиын. Әркім әртүрлі жаста үйренеді. Кімге қай уақытта қажеттілік туады, сол уақытта. Бірақ мен кейде бізге кішкентай балаларды әкеліп жатады, тіл үйрену керек деп, 5 жаста деп. Бірінші, адамның тілі өз ана тілінде шығу керек. Өзінің ана тілінде ой өрісі дамып, жан жағын танып, мынау тілдік артикуляциялық бүкіл несі дамып біткен уақытта, бала өзінің ана тілінде танымдық жағынан өскен уақытта, одан кейін барып басқа тілдерді үйренуге болады. Бірақ қазір кішкентай балалар бар, 5 жастан бастап басқа тілде сөйлеп кетпесе де, YouTube каналдары арқылы, мультфильмдер арқылы, қысқа ертегілер арқылы сөздерді үйренетін, одан кейін келе сөз тіркестен үйреніп, бірнеше тілді білетін кішкентай балалар бар. Бірақ негізі ол қабілеті болмаса, ол баланы қинап, кішкентай кезінен басқа тілді үйретіп қажет емес. Бірінші, баланың тілі ана тілінде шығу керек деп ойлаймын. Бірақ енді қазір технологиялар заманы ғой, ерте жастан бастап ойын түрінде болсын, балалар өз бетімен үйреніп жүрген балалар бар. Ол біздің практикамызда бар, ондай балалар. Иә, рахмет. Сіздің сүйікті кітап қандай? Менің сүйікті кітабым, сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? жалпы қазақ классикасының барлық кітаптарын ұнайды. Абайдан бастап, Абай жолы, Сәбит Мұқановтың Аққан жұлдыз, Тас жол тайғақ кешу, Сәкеннің, Шерхан Мұртазаның кітаптары, барлық кітаптар, классикалық кітаптар ұнайды. Қазақтың, бірақ кейінгі кезде шетел классикалық шығармаларын да оқып жүрмін. Кейінгі шығып жүрген кітаптар бар ғой, Нобель сыйлығын алған кітаптарды көп оқып жүрмін. Алхимик деген сияқты өте қызықты, оқысаңыздар болады. Осы алхимикті біз қазақ тіліне аудардық. Жаңағы өздеріңіз сияқты тіл үйренемін дейтін кісілерге жеңіл тілмен аудардық. Біздің тіл үйренушілер оқыды, өте ұнап жатыр. Сол кітап арқылы тіл үйреніп жатқан кісілер бар. Менің өзімнің де өздеріңіз сияқты дене балаларым бар. Оларда кейінгі психологиялық кітаптарды, әртүрлі көшбасшылыққа тәрбиелейтін кітаптарды көп оқиды менің балаларым. Сол балаларымның кітаптарын мен оқимын. Мен білуім керек қой, менің балаларым қандай кітап оқып жатыр, не кітап оқып жатыр. Олардың оқыған кітаптарын міндетті түрде шолу жасап шығамын. Және ол кітаптарды біз үйде отырып талдаймыз. Ойын не айтады, не ойлап жүр менің балам деген сияқты. Сол сияқты кітаппен дос болу керек. Қазақ тілін меңгеруде қандай кітаптарды оқуға ұсыныс бересіз? Қазақ тілін меңгеруге деген, негізі жалпы тіл меңгеруге келгенде әр адам өзінше жеке тұлға. Мына кітапты оқы, тіл үйреніп кетесің деп айту қиын. Әркім тілді әртүрлі қабылдайды. Біреу тез қабылдайды, біреу грамматикасын жақсы көріп тез қабылдап үйреніп кетеді, біреуі лексикалық қордан бастайды, жинаудан бастайды деген сияқты. Мысалы, бір жылда 3-6 сіз күніне 10 сөзден жаттап отырсаңыз, бір жылда жоқ дегенде 800 сөз сіз үйреніп шығасыз. Сөйтіп сөз үйреніп, одан кейін барып жаңағы басқа кітаптарды оқып, түсініксіз сөздерді жазып, жалпы үйренем деген адамға ол тіл үйрену деген жақсы бір құбылыс деп ойлаймыз. Енді қандай кітаптарды ұсыныс бересіз, ол жас ерекшелігіне байланысты. Мысалы, мектептің жасындағы кішкентай балалар, мысалы 7-ші сыныптың, 5-ші сыныптың балалары, мен өзге ұлт өкілдерін айтып отырмын, орыс тілді мектептерге айтып отырмын. Ыбырай Алтынсариннің шағын әңгімелерін оқуға болады. Мысалы, Қыпшақ Сейітқұл, ешқандай қиын емес, тілі өте жатық, еңбекке, адал ақша табуға, осыған тәрбиелейді, адал болуға. Немесе Ахмет Байтұрсынның мысалдарын оқуларыңа болады. Көп, Бердібек Соқпақбаев, Менің атым Қожа деген сияқты, сондай кітаптарды оқуға болады. Сұхбатыңызға рахмет. Көрермендеріміз пайдалы ақпараттар алды деп ойлаймын. Еркін сұхбат
болгондуктан сизге кыйсык суракка кыныр жооп кезени боюнча сурагым бар. Эриншиктин эртени битедими? Бізде қазақта жақсы бір мақал бар, еріншектің ертеңі бітпейді деген. Ертең деп соза берсеңіз, көштен кеш қалып қоямыз. Сондықтан да көштен қалмаш үшін жаңағы сіздердің негізгі бүгінгі шараларыңыздың негізгі мақсаты сұхбаттың кітап оқуға тәрбиелеу, тіл үйренуге тәрбиелеу ғой, иә? Сондықтан да біздің елбасымыздың сөзімен айтсақ, Нұрсұлтан Әбішұлы айтады, кітап оқу ол жақсы үрдіс. Қазіргі балалар компьютердің алдында отырады, компьютердің баласы дейді. Ал кітап оқыған балалар біраз жылдан кейін дейді, компьютерде отырған балаларды басқарады дейді. Сондықтан да отбасымен болып, сіздерде мектепте бар ғой, кітап оқуға қарай бейімдейді, иә, мұғалімдер бейімдейді. Бірақ мен айтар едім, кешке қарай әрқайсысы бір-бір телефонда, бір-бір компьютерде отырмай, ата-анасымен балалар кітап оқыса, отбасымен отырып, сосын ол кітапты талқыласа, кітаптың идеясы қандай, не айтып тұр, неменеге тәрбиелейді деген сияқты. Сөйтіп, баламен бірге, ата-ана тек қана мұғалімдерге ғана итеріп қоймай, баламен үйде отбасында бірге отырып оқып талқылаған кітап, ол балаға өмірлік азық болады деп ойлаймын. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Тәрбие отбасынан басталады, отбасымен кітап оқу үрдісін қолға алсақ, тіпті нұр үстінде нұр болады деп ойлаймын мен. Өте тамаша жауап, рахмет. Соңғы сұрағым, өмірге ұстанымыңыз не? Өмірге ұстанымым, Абайдың тілімен айтсақ, ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға дейді. Ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімге жамандық жасамай, көп ізденіп, еңбектеніп, адал сауып, осы жақсы ұрпақты. Өте керемет. Құрметті Алмагүл Акмаш-қызы, бүгінгі тікелей эфиріміздің алғашқы қонағы болып, еркін сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет, балалар, өздеріңізге де рахмет, сіздердің мұғалімдеріңізге рахмет, сияқты жақсы ұрпақ тәрбиелеп жатқан. Енді мен бар оқушылар, мен көріп отырған, мемлекеттік қазақ тілін үйренсеңіздер деймін, рахмет. Біздің тілде бат алып жатсыз, енді көп іздейді, көп оқып, біздің орталыққа хабарласыңыздар. Каналымызға біз сіздерді тіл үйренуге, мемлекеттік тіл үйренуге, сол құрметтеуге, үйге шақырамыз. Сізге көп рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Инста көрермендер, сау болыңыздар. Кездескенше.